білесіңдер ме? Жер планетаның 70%-ын су алып жатыр. Соның ішінде бір ғана пайызы ішуге жарамды екен. Сондықтан да суды тазалау мәселесі бірінші орында болып тұр. Судың ластануының себебі неде, балалар? Қоқыстар. Оны ластайтын кім? Адамдар және адамның шаруашылық әрекеттері екен. Зауыт нысандарынан аққан қоқыс сулар және үйдегі құбырлардан аққан лас сулар су қоймаларына келіп құяды екен. Ондай лас сулар ішуге жарамсыз. Сондықтан да су адамға жетем дегенше бірнеше сүзгілерден өтіп барып келеді екен. Су тіршілік көзі, адамдар, жануарлар, өсімдіктер сусыз өмір сүре алмайды. Суды үнемдеп, ұқыпты пайдалануымыз қажет. Суды үнемдеу арқылы табиғатты қорғаймыз. Сондықтан біз суды қалай тазалатынымды зерттегіміз келді. Енді тәжірибемізді бастайық. Болсын бізге су керек, сүзгі керек, топырақ керек, қасық керек, қайшы керек, және дәке керек. Балалар, тәжірибемізді бастау үшін бізге лас су керек екен, Иә. Лас суды Өзіміз жасап аламыз. Ол үшін біз таза суға топырақ саламыз. Лас суымыз дайын болды. Енді қасықпен үстіндегі қоқыстарды аламыз. Енді осы суды сүзгіден өткіземіз. Сүзгіміз қоқыстарды сүзіп қалды. Енді балалар, осы суымыз одан әрі тазару үшін сүзгіден де ұсақ сүзгіштен өткізіп көрейік. Ол үшін бізге не қажет? Дәке қажет. Осы дәкені стаканның үстіне жабамыз. Дәкеміз судың бетіндегі қоқыстарды сүзіп қалды. Осындай суларды тазалау үшін бірнеше түрлі сүзгілерден өткізу қажет екен, балалар. Балалар, біз үй жағдайында суды қалай тазартуға болатынын тәжірибе жасап көрдік. Ал енді саяхатқа шыққанда абайсызда сусыз қалдық деп өз алдымызға елестетіп көрейік. Бұл жағдайда біз өзіміз қолдан сүзгі моделін жасауымызға болады екен. Мына менің қолымдағы қарапайым ғана пластик бөтелке. Осы пластик бөтелкеде сүзгі моделін құрастырып көрейік. Ол үшін бізге осы бөтелкенің түбіне Мақта саламыз. Мақта саламыз, мақтаны нығыздап түбіне салауы қамшат. Ал енді осы мақтамыздың үстіне топырақ салайық. Топырақ саламыз. Және ұсақ ірі тастардан салып көрейік. Балалар, қараңдар, суымыз тазарды ма? Иә. Балалар, бұл су біздің дайындаған сүзгі моделімізден шыққан тазартылған су екен. Ал енді біздің күнделікті өмірімізде пайдаланып жүрген суымыз бірнеше сатылы сүзгілерден өтеді екен. Сондай арнайы су тазалайтын, бізді таза сумен қамтамасыз етіп отырған тамшы су қызметкерлерінің жұмысы барып көріп қайтайық. Баруға дайынбыз ба? Иә.